Сәлем достар, бүгін бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, ашытқы және қант қосамыз. Араластырып 15 минутқа қалдырамыз. Енді үстіне ерітілген сары май, тұз және електен өткізілген ұн қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерде 1 сағат қамыр көтерілгенше дейін ұстау керек. Бетін пищевой пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Қамырымыз көтерілді, енді қамыр жаямыз. Қатты жұқа қылып жайсаңыз, бауырсақ дұрыс көтерілмейді, сондықтан 3-3,5 мм қылып жайыңыз. Қамырымызды кесенің көмегімен домалақ қылып кесіп, міндетті түрде 15-20 минут полотенцамен бетін жауып қоямыз. Сол кезде бауырсақтарымыз үлпілдеп, шар сияқты жұмсақ болып шығады. Бауырсақтарды қыздырылған өсімдік майында қызарғанша дейін екі жақтан пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.